Құрметті көрермен, біз осы тақырыпта бүгін сұхбат құрып, әйел қауымдарының жалпы заңын, құқығын білу үшін бізде қонақта адвокат Ғалымжан Саржанов келіп отыр. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Саламатсыз. Ғалымжан мырза, енді айтып жатырмыз, тұрмыстық зорлық-зомбылық енді қазір күн санап артып келе жатыр десек те болады. Жалпы әйелдердің құқығы қаншалықты қорғалып жатыр? Бүгінгі таңда әкімшілік құқық бұзушылық көрсетілген, сосын қылмыстық кодексінің арнайы баптарымен бұл мәселе қорғалып жатқан күндері бар. Одан бөлек келіп жатқан әйел аналарымыз аяқ жеген зорлық-зомбылық көрген отбасыдан полиция қызметкерлеріне көбісі жазғысы келмейді. Бізге келгендердің көбісін арнайы қоғамдық орындар бар, қоғамдық бірлестіктер бар, әйел құқықтарын қорғау жайлы, отбасылық зорлық-зомбылықтан қорған. Сол жерде психолог мамандар, сол жерге полиция қызметкерлерін шақыру арқылы арыз жазып, көмектесіп, қолдау көрсетіп жатады. Айтыңызшы, мысалы, бір айда шамамен қанша өтініш түседі дәл осы зорлық-зомбылық тақырыбында? Енді біздің адвокаттық кеңсемізге айына 2-3 адам міндетті түрде жүгінеді. Құқықтық көмек кеңесін беріп, барымызша қолымыздан келгенше көмегін тигізіп, жөнін көрсетіп, қалай істеу керек, не істеу керек, қалай арыз жазу керек. Сол көп уақыттарда көбісі кішкене жарас жазылғаннан кейін қайтадан татуласып, бірлесіп кетеді. Сол себепті көп құқық қорғау органдарының қызметкерлері бұған араласқысы да келмейді. Егер жеңіл жарақаттар болса, ертең бірігіп кетесіздер, ертең табысып кетесіздер деп араласқысы да келмейді. Өйткені көп оқиғаларда бар, екі ортада ерлі-зайыптың арасында есі кеткен түседі дейді ғой. Сол себепті солай болмайық деп құқық қорғау қызметкерлері көбінесе осыған көп мәнде бермей қалатын кездері болады. Осындай болады. Енді жалпы мына тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген жандардың ішінде әйелдер қауымы өз-өзін қорғаймын деп, күйеулерін өлтіріп алып жатады, немесе қатты жарақат жасап, оның артынан үлкен сотталып жататындар да бар. Иә, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 106-107 бабында көзделген ауыр жарақат немесе өлтіріп алған жағдайда болады. Бірақ көбінесе заң қызметкерінде болғандықтан бұларды Қазақстан қылмыстық кодексінің 112 бабы арқылы қорғаныс шегінен тыс шыққаны үшін жауапкершілікке тартылып, абақтыға жаппай шығарып алып жатқан кездеріміз де болған. Жеңіл түрде, баптың жеңіл түріменен, штрафпенен немесе шартты түрде сотталумен шығып кеткен күндер де бар. Енді сіз жаңа айтып қалдыңыз, өтінішін қайтарып алатын жандар бар деп, қаншалықты қайтадан келеді осылайынан өтінішін алғаннан кейін өкініп, мен қате жасаппын, бәрібір де мысалы ажырасу. Егер де бір үлкен ауыр жарақаттар келтірмесе, жеңіл жарақаттармен көбінесе татуласып кетіп жатады. 70-80% татуласып кетіп жатады. Қайтып келіп жатқандарға енді бар қайтып, бірең-саран келіп жатады қайтып. Бірақ оларға уже әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің арнайы баптарымен судья 10 сутка, 15 суткіге тағы да қайталанып жатса, бір жылдың ішінде 30 суткіге дейін әкімшілік қамауға алып жатады. Енді сұхбатымызды әлі жалғастырамыз, құрметті көрермен. 2022 жылы тұрмыстық зорлық-зомбылықтан 70 әйел қайтыс болған екен. Өкінішке орай көбінің ажалы күйеуінен келген. Енді қайғылы оқиғаларға бір шолу жасасақ. Мына қайғылы оқиғаларды еске түсірдік. Енді айтып жатқан жайт өте қорқынышты. Айтыңызшы, енді мысалы, әйел адам тұрмыстық зорлық-зомбылық көрді дейік. Ер адамға нақты қандай жаза қолданылады қазіргі кезде? Біріншіден, әкімшілік жауапкершілік қолданылады. Егер жеңіл жарақат келтірсе, ол ескерту береді. Алғаш рет ескерту береді. Оның қазіргі уақытта өзгерістермен толықтырылуға сай әкімшілік административный взыскание дейді ғой, ақшалай штраф жазатын еді, ол қазір алып тастады. Бұдан кейін уже 10 сутка, 15 сутка, 30 суткаға дейін сот әкімшілік қамауға алады. Сонда айыппұлмен құтыла алмайды, Айыппұлды алып тастады қазір. Айыппұлды, өйткені ол отбасылық бюджеттің бәрібір де әйел кісіде болған төлейтіндей болды, отбасылық бюджет болғандықтан, ортақ қаражат төленетін болғандықтан оны алып тастады. Қазір уақытта жеңіл жарақат үшін әкімшілік жауапкершілік, әкімшілік қамау, денеге орта дәрежелі немесе ауыр дәрежелі жарақат келтірсе, қылмыстық кодексінің арнайы баптары бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл жерде шамамен қанша жыл ма? Егер де ауыр жарақат келтірсе, 5 жылдан жоғары түрмеге. Одан да орта жарақат. Бұл жерде мынау тұрмыстық зорлық-зомбылықта алынған жарақаттар ауырлататын мән-жайлардың қатарына жатады. Қылмыстық жауапкершілікте жай төбелесіп қалып ауыр жарақат келтіргеннен тұрмыстық зорлық-зомбылықта бұл ауырлататын мән-жайлардың қатарынан судьялар
бұған аса маңызды, аса қатты көңіл бөліп, ауылататын мән-жайлардың қатарынан 4 жылдан басталса, 7 жыл, 6 жыл, 8 жыл береді. Үлкенірек қылып. Енді абақтыдан шыққаннан кейін отбасына қайтып бара ма ол қыз, әлде сол жерде ажыраса ма? Көбісі ажырасып кетеді, сол қайтып қосылмайды. Көбісі қосылмайды. Мынау жеңіл жарақат келтіргендердің көбісі қосылып кететін жағдай бар. Мүмкін мен де кінәлі шығармын деп әйел кісілер сөйтіп бір. Бала шағамыз бар, ортақ балаларымыз бар. Енді осы түрде айта кетсек, тұрмыстық зорлық-зомбылықта алдын алу жолдары бар ма? Алдын ала келісім ба, әлде осы заңды түрде екі жақ бірдей келісіп алатын ба, қол қойып? Қоғамда қазір жақсы институттар пайда болды. Отбасылық зорлық-зомбылық көрген қоғамдық ұйымдар, солар психологиялық көмек көрсетеді. Алдын ала осындай егер осыған бір туындайтын мәселелер болатын жағдайда әйел кісілер барып, соларға жүгініп, осындай болып жатыр. Олар сондай жағдайда екі тарапты шақырып, психологтан, отбасылық психологтар қазір жақсы жұмыс істеп жатыр. Солар арқылы алдын алуға мүмкіншілік бар. Бұл жерде профилактикалық жұмыстар сіздер арқылы бүкіл қоғамға таратылып жатыр. Жауапкершілік жайлы, құндылықтар жайлы, сосын имандылық жайлы қазір мешіттегілер үнемі айтады. Бұл күнә деп. Сол сияқты мәселелермен. Көп рахмет сізге, алғыс білдіреміз. Уақыт бөліп келгеніңізге, көріп отқан көрерменге де пайдалы сұхбат болды деген ойдамыз. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, дәл қазір бізде астрологтардың кеңесі кезек береміз.